Біздің рулетіміз дайын болды. Ас болсын. Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін рулет пісіру жолын көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге осылай 4 жұмыртқа керек. Ағы мен сарысын бөлек алып аламыз. Сосын 130 грамм шекер, 130 грамм ұн, және 4 ас қасық су, және разрыхитель керек болады. Судың температурасы маңызды емес. Бөлме температурасындағы су жарайды. Алдымен жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен жақсылап аппақ көбік болғанға дейін араластырамыз. Үстіне аз-аздан шекер қосып отыру керек. Енді осының үстінен жаңағы жұмыртқаның сарысын саламыз. Сосын суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы ұнымыздың үстіне разрыхитель саламыз. Екеуін сетадан өткіземіз. Жақсылап араластырамыз. Менде пирогтардың астына қоятын қағазым таусылып қалған екен, сондықтан осындай қағазға да жасай берсеңіздер болады. Астын жақсылап майлап аласыздар. Енді осыны қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Ыстық күйінше ораймыз. Осылай ыстық күйінше орап, бөлме температурасында толық суығанға дейін қоямыз. Рулет толық суыды. Енді осылай ашып, арасына кез келген нәрсені жаға берсеңіздер болады. Мысалы, вареный сгущенка или болмаса варенье, соларды салсаңыздар болады. Менде осындай айбаның вареньесі бар, осыны саламын. Дәл осылай жасап көріңіздер, идеальный шығады бір жасағаннан. Сіздерге бір лайфхак, екке қойып жей берсеңіздер болады. Вот осылай шығады.